Презентацияны Тим Кук бастап кетті. Әр құрылғының операциялық жүйесін айтып берем дейді. Vision OS 2 деп аталатын виртуалды көзілдірікке арналған. Негізгі экранда ашу, батареяны көру және басқару үшін жаңа қимылдар қосылды. Осы жыл соңында ультра кең монитор қосуға болады дейді. Енді Canon R7 фотоаппараттар 2 объективтер болады. Vision Pro үшін, яғни кеңістікте белгілерді көру үшін, және оларды Final Cut, Vimeo'дан көруге болады. Apple компаниясы Blackmagic компаниясымен бірігіп жұмыс істей бастады. Ал енді iOS 18 туралы айтып берейін. Енді ярлыкты, яғни белгішені, экранның кез келген жеріне қоюға болады. Және кез келген түске бояуға болады. Ұнағанын таңдап ал. Басқару орталығында парақшамен ауыстыруға болады. Яғни сол басқару парақшасы, музыка және үймен басқару құрылғылар болады. Енді сол элементтерді қосуға, жоюға, үлкейтуге болады. iPhone блокта тұрғанда төменде фонарикті ауыстыруға болады. Келесі, кез келген приложенияға құпия сөзді қоюға болады, басқалар ашпайтындай. Ал кейбір приложенияны басқа көзден жауып тастауға болады. Жаңа iOS арқасында спутник көмегімен iPhone бір-біріне сообщение жібере алады. Бірақ ол тек ақшта жұмыс істейді. Хаттарды сұрыптауға болады. Apple Maps-та жаңартылды. Тек тас жолы емес, енді адам жүретін жолдарды көрсетеді. Бұрын смартфон жақындатқанда өз ақпаратын беруші еді ғой. Ал Apple Pay-ге ыңғайсыз болатын. Енді оны да жеңілдетті. Яғни Apple Pay керек болса Apple Pay қосылады, ал енді ақпарат берген кезде ақпарат беру NFC арқылы қосылады. Енді AirPods құлаққаппен ойын ойнасаңы, қатуы, яғни 1-2 доля секунд қалып қалатыны болмайды. Жалпы осындай жаңалықтар бар iOS 18-де. Audio Home деген бар. Егер құлаққаппен болғанда сізге біреу қоңырау шалса, қабылдамау үшін бас шайқайсыз. Ал қабылдау үшін басыңызды иесіз. Кино көргенде актер туралы ақпарат шығарды, ал субтитрлар кейде ғана шығады. Кімде Apple Watch бар? Мұқият тыңдаңдар. Енді жасаған жаттығу денсаулыққа қандай әсер ететінін көрсетеді. Жаттығу жасағаның, демалғаның, бойың, салмағың бәрі ескеріледі. Егер бір көрсеткіш шамадан тыс болса, хабарландыру келеді. Ал әйелдерге цикл байқалу деңгейі соншалықты жоғары жүктілікті туралы ақпарат айтады. Ауа райы бұзылып, жаңбыр жауса, ақылды сағат көрсетеді. Ал шетелге шықсаңыз, автоматты түрде аудармашы қосылып кетеді ғой. Экранда барлық жаңалықтар көрсетілген. Скрин жасап ал. Ал кімде iPad бар? Мұқият тыңдаңдар. Жұмыс аумағы жақсартылған. Егер сізде iPad және досыңызда iPad болса, бір жұмыс істеу үшін сіз бір жерде, екінші досыңыз басқа қалада болса, әр сызғаныңыз басқа iPad-та көрінеді. Freeform деген приложение қатты дамыды. Енді iPad-та калькулятор бар. Қалай сізге бұндай жаңалық? Және сол калькуляторда соңғы жауаптар сақталады. iPad-та қаламмен қолдану ыңғайлы. Есеп жазсаңыз, тең жазғаннан кейін шығарып береді ғой өзі. Егер сандардың суммасы керек болса, сол қатардың астын сызсаңыз, есептеп береді. Егер есеп шарты теңдеу жазып, жауабын шығарса, сіз шарттарын өзгертсеңіз, жауабы да өзгереді. Ал график сызатын теңдеу болса, өзі сызып береді ғой. Болды. Бүгіннен бастап бәріміз математикпіз ғой. Smart Script деген бар. Ол есеп шығармаса да жазуыңызды жөндейді. Жазған сөздерді алшақтау керек болса, жөндеп береді. Немесе өшіретін болса, сызып тастасаңыз, өшіріп тастайды. Міне iPad OS-та осындай жаңа функциялар бар. Ал енді Mac OS туралы тыңдаңдар. Оның атын Sequoia деп атады. ақш-тағы ұлттық саябағын құрметіне. Басқа құрылғыларда, яғни iPad-та, iPhone-да болған жаңалықтар енді мынау macOS-та да болады. Және ең қызығы ол iPhone айнасы деп аталады. Ол MacBook арқылы iPhone-мен басқаруға болады деген сөз. iPhone-дағы приложенияларды ашу, өзгерту, жалпы хабарландыру iPhone-ға келсе, MacBook-қа да келеді. Ал iPhone-ның өзі қасыңызда сағат көрсетіп тұрады. Mac-та 3-4 терезе ашу жаңалық емес, бірақ FaceTime арқылы сөйлескен кезде артқы фонды өзгерту ол жаңалық. Safari браузері жеңілдетілген. Мысалы, видео қарайтын болсаңыз, Google Chrome'мен салыстырған кезде 4 сағатқа үнемдеп береді.
Дүниежүзілік ойын жасап жүрген Ubisoft жұмыскері былай дейді: кім Assassin's Creed Shadows ойынын күтсе 15 қыркүйек күні шығады. Одан да басқа ойындар бар, сен қай ойын ойнағың келеді? Егер осы операциялық жүйені орнатам десеңіздер, бүгіннен бастап бета нұсқасын орната аласыздар. Ал толық нұсқасы күзде шығады. Және соңғысы, ақылды құрылғыларды қосатын Apple Intelligence деген, ол сіздің тіліңізге, жасаған суретіңізге, істеген әрекеттеріңізге және сіздің сөздеріңізге байланысты. Хат жазсаңыз, әдемі етіп өзгерте алады. Сурет құрастырып бере алады. Мысалы, текст жазасыз, және сол текстпен сурет жасайды. Тағы да көмекші етіп жұмыс істей алады. Егер сіздің жоспарыңызды, таңертең болған әрекетіңізді кешке ауыстыру керек болса, ол сіздің кешке болатын жоспарыңызға кедергі бола ма, болмай ма, кептеліс қалада бола ма, болмай ма, соның бәрін ескеріп қана жауап береді. Siri өзгерді. Қатты өзгерді. Логотипі ауысты, қосылу әдісі өзгерді. Миын қатты дамытты. Мысалы, сізге бір номер жіберсе, оны контакт етіп сақтап бере алады. Егер галереяда қызғылт киімдегі суреттерді көрсет десеңіз, бәрін бөлек-бөлек жинап береді. Хат жазсаңыз, досыңызға хат жібергенде, немесе ол хат офисті ресми түрде керек болса өзгертіп береді. Ал егер саған хатта сұрақ келсе, астында дайын жауаптар тұрады ғой. Керемет қой. Ал енді эмоджи туралы айтып берейін. Тыңдаңдар. Өзің текст жазып, жаңа эмоджи құрастырып алам десең, жасауға болады. Өзіңе ұнайтындай етіп жаса. Сурет түсіргеннен кейін сол суретте қажет емес объектті өшіруге болады. Clean up деген функциясымен. Егер бір фото іздесеңіз, көп фото арасында ең жақсысын тауып береді ғой. Суретті тапқан соң музыка қосып береді. Қалай, жақсы ма? Алғашқы рет FaceTime'да қоңырау шалғанда оны запись етіп жазуға болады. Бірақ ана адамға көрініп тұрады. Мен ойымша ол дұрыс емес сияқты. Айтпақшы, сол записті текстпен көрініп тұрады. Және ең күткен хабар, ол Apple мен ChatGPT қосылды. Mac'та ChatGPT бөлек тұрады. Ал ең жаманы, бағанан бері айтып отқан Apple Intelligence тек ақш-та және ағылшын тілінде жұмыс істейді. Асықпай басқа мемлекеттерде болады.